Абай Құнанбайұлының 9-шы қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жаңа қонақ үй бола алмайды. Біреуі білсем екен демелік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен қоған қызығып, аузына салып дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, оның ер жеткенде, үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене, деп сұрақ қоя бастайды. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзілде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мет олмаған ессіз бала күндегі, бұл немене, ол немене деп, бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы тамақты есімізден шығып кетеді ғын. Құмарымызда ер жеткен соң, ақыл кіргенде, оның орнын тауып, ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салынбайды екенбіз? Сол өрістерімізді ұзартып, құмарланып, жиған қазынамызды көбейтсек, бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға басыр ұссақ, жоқ. Біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барпылдап, ауылда боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен, ер жеткен соң, күшейген соң, оған билетпедік. Жанды тәнге басыр ұздық, еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көзбен де жақсы қарамадық, көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, ой, Тәңір-ай, кімнен кім артық дейсің дейміз. Артығын білмейміз. Айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта, бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те. Білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Бірақ білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер тірлімізді білмей, күре тамырымызды ағдырайтып кетеміз.